Бүгін біз өңірлік коммуникациялар қызметінің аясында 26 жылы халықаралық волонтерлар жылы аясында жобалар туралы айтқан болатынбыз. Біз осы жылы Алматы қаласында 200-ден астам 8 бағыт бойынша әртүрлі іс-шаралар ашылады. Одан бөлек өздеріңіз білетіндей Алматы қаласында 11 комьюнити орталық бар. Сол 11 комьюнити орталықтың қазіргі таңда әр ауданда жүзеге асырып келе жатыр. Мақсатымыз жылдың аяғына дейін тағы 5-еуін ашып, әр ауданда 2 комьюнити орталықтан болатындай. Соның аясында волонтерлар үйін қалыптастырсақ деп отырмыз бір комьюнити орталықтың негізінде. Одан бөлек Алматы қаласы осы жылы түркі әлемінің жастар астанасы атанған болатын. Соның аясында халықаралық бізде кәсіпкерлік форум өтеді, түркі әлемінің жастарының кемпинг өтеді, және Алматы қаласында экологиялық халықаралық хаб құру мақсатымызда бар. Соған сіздер белсенді болып атсалыссаңыздар болады. Одан бөлек бізде әрдайым енді волонтерлық фронт-офис аясында волонтерларды дамыту семинар тренингтары, курстары өткізіліп тұратын болады. Әркім өз бағытында жаңа кәсіби бағдар алу, немесе сахнада сөйлей білу, халықтың алдында сөйлей білу, ораторлық мастерство дейміз ғой, және СММ, мобилография бағыттары бойынша қысқа мерзімді курстарды өту жобалары ары қарай да өздерінің жалғасын табатын болады.